Салем балалар, 22-ші сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық. Мен сендерге пайдалы болу үшін сабақтағы тақырыптардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер өздеріңе керек жерлерін видеоны тоқтатып тұрып, немесе видеоны қайтадан көріп, түсінбей қалсаңдар комментарияға жазып кетулеріңе болады. Өлеңді мұқият тыңда. 12-ші тапсырма. Жақсы мен жаман. Жақсы деген немене? Әдеп пенен мөнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес. Жей қоятын тәтті емес. Жақсы істерді көрмеуің, кішіге көмек бермеуің. Өлең не туралы? Өлең жақсы мен жаман туралы айтылған. Өлең мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер. Бұл жерде өлеңнің мазмұны жақсы адам мен жаман адамның айырмашылығы туралы айтылған, және де жақсы адам қандай болады, жаман адам қандай болатыны туралы айтылған. Жақсы адам кішіпейіл, үлкендерді құрметтейтін, үлкендердің сөзін тыңдайтын, кішілерге көмектесетін адамдарды жақсы адамдар деп айтамыз. Балалар, жаман адам қандай болады? Комментарияға жазып кетейікші. Жақсы мен жаман қылықтар туралы топта талқыла. Талқылау барысында қыстырма сөздерді пайдалан. Үлгі. Меніңше, үлкендерді сыйлау жақсы қасиет. Яғни бұл жерде осы қыстырма сөздерді пайдаланып, жақсы адам мен жаман адамны сипаттай кететін боламыз. Меніңше, жақсы адам үлкендерді сыйлайды, құрметтейді. Үлкендерді сыйлау жақсы қасиет. Өлең мазмұнын ашатын мақал тауып айт. 13-ші тапсырма. Өлең мазмұнын ашатын мақал жақсыдан жирен, жаманнан жирен, жақсыдан үйрен. 13-ші тапсырма. Мақалды жатқа жаз. Жақсы сөз сүйіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. 14-ші тапсырма. Сөздерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Ол шынында да жақсы бала. Шынында да дегеннен кейін үтір болады. Рас, үтір, ол өте көп біледі. Бұл тапсырманы орындамағансың ау, сірә. Бұл тапсырманы дегеннен кейін үтір болады. Қандай тыныс белгісін қойдың? Неліктен? Бұл жердегі сөйлемдерге үтір қойылады, себебі бұл жерде қыстырма сөздер бар. Шығармашылық үзіліс. 15-ші тапсырма. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Адам көп екен. Кезекте тұрғандардың арасында кимелеп кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдіріп, Бауыржанға жаратпаған кейіп танытты. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Бауыржанның орнында болсаң, сен не істер едің? Мен Бауыржанның орнында болсам, мейлінше өз кезегімді күтіп, соңынан кірер едім. Егерде кезегімді күте алмасам, алдындағы тұрған адамдардан рұқсат сұрап, асығыс болып тұр едім, деп олардың рұқсатымен ғана өтетін едім. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, тапсырманың түсінбей қалған жерлерін бар болса, комментарияға жазып кетеміз. Мен келесі сабақта сол тапсырманың жауаптарын айтып кетемін сендерге.